Қазір Ресей мен Украина арасында соғыс болып жатқанын барлығыңыз білетін шығарсыздар. Желіде осыған қатысты сан түрлі күмәнді де фейк ақпараттар тарап жатыр. Мысалы, Ресей президенті Владимир Путиннің ақш және Еуроодақпен бірігіп, Украинадағы инфрақұрылымдарды бірге қалыпқа келтіреміз деген сөзі тарады. Видеодан үзінді көріп алайық. Итак, мы достигли мира с Украиной. С Украиной в ее всемирно признанных границах, с Донецкой и Луганской областями. Мы договорились, что совместно создадим большой фонд при участии ЕС и США на восстановление инфраструктуры в этих украинских регионах. Видеоны тексеру барысында DeepWare сканеріндегі 5 жасанды интеллектінің 4-еуі deepfake технология қолданылғанын тапты. Бұл дегеніміз видеодағы дауыстың фейк екенін, яғни Путиннің олай айтпағанын білдіреді. Видеоның кейбір жерінде дауыс бет әлпет артикуляциясымен сай келмегендіктен видеоға дауыс қойылғанын бірден көрінеді. Екінші жағынан қарасақ, аудио deepfake ретінде сапалы жасалған. Мұндай кезде критикалық ойдың маңызы зор. Өзіңізді және өзгені фейк ақпараттардан әрдайым қорғаңыз, себебі фейк таратушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Каналға тіркеліңіздер, желі парақшаларымыздан, сайтымыздан басқа да материалдарды оқуға кеңес береміз. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.